Сәлеметсіздер ме, құрметті менің алтын оқырмандарым. Ардақтың тігін шеберханасына қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай монастырское окно немесе кафедральный окно деген құрақты құрайтын боламыз. Құрағымызды бастамас бұрын менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Қажетті маталар мен өлшем бірліктер. Көлемі 10-да 10 болатын атлас қызыл матамыздан 16 штук қажет. Бұл жаңағыдай бүктелмеген түрі. Және де астарға көлемі 10-да 10 болатын осындай астарға матамыз қажет. Бұл да 16 штук. Мен атлас болғасын астар алдым. Және де көлемі 9-да 9 ақ матамыздан 11 штук қажет. Сонымен қоса көлемі 10-да 10 болатын осындай қызыл матамыздан бүктелген түрінен 32 штук қажет. Бұны көлемі 10-да 10-ды қақ ортасынан алып, осылай бүктеп, өтектеп бастырып аламыз. Осындайдан бізге 32 штук қажет менің жағдайымда. Енді құрағымызға блоктарымызды дайындаймыз. Ол үшін енді мен атлас болғаннан кейін астар алдым. Сіздер матаның басқа түрін алсаңыздар, сетінемейтін астар алмасаңыздар да болады. Мен бірақ өзім жағдайымда атлас болғасын астар алдым. Астарымыздың үстіне осылай атлас матамызды қоямыз. Осылай қойып, және де бүктелген екі атлас матамызды аламыз. Осыларды бұрышына қоямыз. Осылай бір бұрышына, келесін қарама-қарсы бұрышына қойып, жан жағын 4 бұрышында тігіп шығамыз. Осылай. Жылжып кетпес үшін түйреуішпен осылай түйреп алсаңыздар болады. Осылай түйреп алсаңыздар болады. Сіздер кез келген матаны алуларыңызға болады. Мен өзімнің үйде бар, осы қызыл атлас бар екен, осы қызыл атластан құрадым. Жұқа маталардан жақсы әдемі шығады. Мейлінше осындай атлас сияқты атластың да қатты түрінен алып құрасаңыздар болады. Өйткені осындай жады екіге бүктеген кезде королевский, турецкий велюрлар бүктелуі қиындау. Тұрмай жылжып кете беретін болады. Осындай қылып барлығын тігіп шығамыз. Барлығын осылай тігіп алдық. Мен барлығын тігіп алдым. Менде 16 штук шықты. Енді осыларды орналастырамыз. Барлығының ортасы осындай ашық. Енді орналастыру реті бірі-біріне бұрыштарын корпустарға қарама-қарсы қылып қоямыз орналастыруын. Келесін көрдіңіздер ғой. Бірі-біріне барлығы қарама-қарсы зигзаг сияқты болып тұр. Осылай орналастырамыз. Бірінші полоскамыз. Енді екінші полоскамызды орналастырамыз. Екінші полоскамыз мынаған қарама-қарсы болып тұр. Көріп тұрсыздар ғой. Осы келесіне қарама-қарсы. Сол кезде мына жерде 4 бұрыш шықты. Көрдіңіздер ғой. Осылай барлығын орналастырып шығамыз.
Енді осыларды біріктіріп аламыз. Біріктірген уақытта бірінші полоска ретінде біріктіріп аламыз. Мінекей осылай. Сосын осы полоскалардың ортасын біріктіретін боламыз. Мен біріктіріп, және де бір өчекпен бір бастырып алдым. Енді осылардың ортасына мінекей 9-9 ақ матамызды қойып, дәл ортасына қойып, жылжып кетпес үшін булавкамен түйреп аласыздар. Әзірге қолдарыңыз үйренгенше осылай түйреп жасасаңыздар болады, сол кезде қозғалмайтын болады. Енді осының 4 жиегін, ақтың 4 жиегін, яғни қызыл матамызды осылай қайырып, осылай барлығын қайырып, матаның шетіменен, қызыл шетіменен тігіп шығамыз. Осылай барлығын қайырып, қызылдың жиегіне тақап тігіп шығатын боламыз. Ортасындағы бесеуін біз тігіп алдық. Ортасы дөңгелек болып шықты, көрдіңіздер ғой. Енді осының жан-жағындағы, осындай жан-жағындағыларын тігетін боламыз. Сіздер осылай бүтінімен де салсаңыздар болады. Яғни маталарыңыз көп болса, маталарыңыз аз болса, осының
ортасынан бөліп, бір матаны екіге бөліп, екі шетінен салсаңыздар болады. Менің жағдайымда осылай целый салып қойдым, өйткені мен де көп қылып қиып қойғанмын. Сол үшін осылай артығымен салып жатырмын. Өйткені мен қазір бұны көпшіктің тұсына пайдаланғым келіп тұр. Сол үшін үшеуімен салып жатырмын. Немесе осылай мен көріп тұрсыз ғой. Дәл ортасынан бөліп, екі жағына қойсаңыздар да болады. Енді осыларды тігіп шығамыз. Болдық. Ендігі 4 бұрышы қалды. Енді көріп тұрсыздар. Енді 4 бұрышы қалды. Боған осындай мінекей матамызды алып, қақ ортасынан бөлеміз. Менің жағдайымда мен қақ ортасынан бөліп, бір матаны 2 бұрышына жібердім. Сіздерде маталарыңыз кішкентай болса, яғни бұл осылай бөлген кезде үлкен болса, сіздерге осы 3 бұрыштың өзін 2-ге бөліп салуға болады. Мінекей көріп тұрсыздар ғой. 2-ге бөліп салуға болады. Сіздің маталарыңыз кішкентай болса, яғни көлемі кішкентай болса, менде матамның көлемі үлкендеу болып тұр. Сол үшін осылай жартысын ғана салып жатырмын. Осылай барлығын тігіп шығамыз енді. Дәл жаңағыдай қызыл матаның жиегімен тігіп шығатын боламыз. Төрт жағынан тігіп болғаннан кейін жан жағынан мен түзеу тігіс түсіріп шықтым, сетінеп кетпес үшін. Сіздер де солай істесеңіздер болады. Өте әдемі шығады. Мінекей біздің қырағымыз дайын болды. Монастырское окно немесе кафедральное окно деп аталады. Мінекей арты осындай болып шықты. Осы тұрғаны менің жағдайымда 36-да 36. Мен сіздерге тек қана шағын түрін көрсеттім. Сіздер бұның қасына жалғап құрай берсеңіздер де болады. Үлкен көрпешеге үлкен қылып құрай берсеңіздер болады. Егер де менің құрағым сіздерге ұнаған болса, маған тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Сау саламатта болыңыздар.